Пайғамбарымыз дүниеге келгенге дейінгі тауарих, жалпы әлемнің және адамзаттың халі. Біздің заманымыздың 6 ғасыры аяқталуға жақын. Бұл ғасыр адамзат әлемінің күпір мен азғындық атаулыға құшақ жайған заманы. Күштінің әлсіздің қанауы, дәулеттінің жарлы Жақыбайға әңгір таяқ ойнатуы осы шақтың үлесіне тиген. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық түскенге дейінгі жалпы жер жүзінің және адамзаттың руханиятының деңгейін білуде пайда бар. Сонда ғана Расулланың адамзат баласын қалайша рухани пікір түнегінен, саяси шытырмандардан және қоғамның қою қараңғылығынан, азғындықтан аз уақыт ішінде алып шыққанын бағамдай аламыз. Ол тұстағы мықты мемлекеттер мыналар: Византия, Иран, Мысыр, Үндістан, Александрия, Месопотамия, Қытай, тағы басқа. Дұрыс наным-сенім жүйесі жоқ болатын. Белгілі бір таухид сенімінің болмауы, адамзат руханиятын жүктіргені сондай, азғындықтың небір түрі етек алып, адамдардың адам атауынан басқа қасиеттері жойылып біткенді. Барша болмыстың жаратушысы бар екенін біле тұра, адамдар табиғат құбылыстарына табынып, Алланың әміріндегі жер мен көкке, жұлдыздарға, ай мен күнге сыйынып, рухтан ада тақтай мен тастардан жасалған пұттарға сәжде жасайтын. Адамзат баласының ар-ұжданы, рухы Аллаға иман мақрум қалғандықтан барша жаратылыс илаллахи құдіреттің нәтижесі деуді білмей әбден адасқан. Ақылды орынды қолданбау салдарынан көз байланып, көңілдері тұмшаланған. Иман, рух байлығы деген қазыналардан ауылы алыс қалған бұл байғұстар бір сөздің, бір кітаптың жазушысы, ойлап шығарушысы болатынын, кішкентай иненің де ұстасыз жасалмайтынын біле тұрып, мыңдаған сырға толы керемет жіңішке есеппен жаратылған мына дүниенің жаратушысы бар дегенге сенбейтіндей дәрежеде парықсыз еді. Осындай мүшкіл халдегі дүние таухид сеніміне, Алланың бар және бір екенін паш етіп, соған илануға, үндеушіге аса мұқтаж болатын. Күпірлік пен азғындықтың арылудың жолын көрсетіп, бақытын сілтейтін жол бастаушыға деген қажеттілік күллі әлемнің пайғамбарға зәрулігі күн өткен сайын сезіле түскен. Барлық жерден адамдар таптар мен топтарға бөлінді. Иллахи өлшемдерден махрұм адамзат бай кедей, күшті әлсіз, қожайын құл, ақсүйектер мен қаралар болып көптеген топтарға бөлінді. Бай мен кедейдің, билеуші мен бағыныштының арасындағы айырмашылық жер мен көкте еді. Билік басындағылар мен қарапайым халық арасындағы алауыздық шегіне жеткен. Үстем топтағылар қарапайымдарды жансыз заттан төмен көретін. Бұл елдердің қай-қайсында да құлдыққа алып сату қағидалары бар еді. Адам құрметті, қадірлі тіршілік иесі. Мұның астарына үңілу тек ақиқат, иман арқылы жүзеге асады. Имандылықтан ада көңілдерін кір шалған сол кезеңнің адамдары адамзаттың жер бетіндегі ең тұғырлы тұлға екенін аңдамақ былай тұрсын, оны алып сататын мүлікке есептеп жабайы күйге ене бастаған. Құлдың айуаннан төмен саналатыны да аз емес. Қожайын құл мен күңіне ойына келгенін жасауға құқылы болған. Осынша азғындықтан алып шығар тұлғаға адамзат әлемі зәру еді. Бұл қажеттілік күн сайын біліне түсті. Діндер мен мәзһаптар арасындағы алауыздық. Христиан дінін ұстанатын елдерде христиандықтың Иса пайғамбар арқылы келген түп нұсқасы, яғни бір жаратушыға сенім жойылып, үштік жайлай бастағанды. Дін басылары Иса пайғамбардың дініне ойдан небір толықтырулар енгізіп, жан-жаққа тартып бақты. Әсіресе Шығыс Рим империясында дін атын жамылып, зұлымдық пен азапты арттырғандар көбейе түсті. Иранда сол кездегі үстем дін, маздеизмнен бас тартқандар, не діни ғұрыпқа мойынсұнбағандар аяусыз жазаланатын. Көз ою, асу, таспен шөкелеу, ас-сусыз аштан өлтіру дағдыға айналған. Ол дәуірде адамгершілікті ауызға алудың өзі ерсі. Имандылық жоқ жерде адамгершілік туралы сөз қозғаудың өзі ерсі. Ар-намыс аяққа тапталып, нәпсі құмарлық адамдардың басты машығына айналған. Ұрлық, жезөкшелік, адам өлтіру жайылған қоғамда адамзат атты ұлы есім жойылғандай. Мысалы, Византия императорының қарындасымен үйленуі азғындық емес пе? Міне, адамзат жетім, дүние мұңлы, жер жүзі азалы алып алаң іспетті. Адамдар бір-біріне дұшпан, мәнсіз тірліктен жеріп, жансыз мақұлық кейпіне енген.
жол бастаушысы жоқ тұлдыр қоғам ағашы өксікке буылған. Барша әлемді ширіктің надандықпен күпірдің қара көкжол бұлты басқан. Дүние осы бұлтты ысырып сәулеге кенелетін нұрлы тұлғаға зәру. Сол бақыт нұры түскенде ғана адамзаттың назырқанған көңілі шалқып, кемерінен тасары жылаңқылықтың орны жайдарлық басары сөзсіз еді. Адамзатта жаратылыстың жалған дүниедегі жолаушының мәнін ұғып, Алланы танып, иман келтіріп, ғибадат етудің қажеттілігінің түсініп, баянды бақытқа қол жеткізіп, тірліктің тұтқасын ұстар еді.